39-шы сұрақ. Өрнектің коэффициентін табыңыз. Мына жерде бізге өрнек берілген, 3 белгісіз x, y, z және оның алдындағы коэффициенттері берілген. Енді коэффициент дегеніміз не? Мысал келтірейін сізге. Мысал. 2x белгісіз берілген болса бізге, оның алдындағы сан коэффициент деп аталады. Сонда осы жерде коэффициент тең 2-ге. Егер минус 3x белгісіз берілетін болса, алдындағы сан минус 3, ол коэффициент деп аталады. Минус 2,5 a, b, c өрнегі берілген болса, осы минус 2 жарым саны осы 3 әріптің алдындағы коэффициент деп аталады. Мысалы, x деп жазылса, жай, оның алдындағы сан жазылмаған, бірақ ол 1. Сонда коэффициент тең 1-ге. Негізі ол жазылмайды. Жай x деп жаза саламыз оны. Енді осы өрнегіміздің коэффициенті қандай? Оны табу үшін мұны алдындағы сандардың барлығын бір-біріне көбейту керек. Әріптердің мәндерін жақта бізге керек емес, өйткені тек қана сандық коэффициентті табу керек. Сонда осы әріптерді бірден жазбасақ болады, ал осы сандарды көшіремізді бір-біріне көбейтеміз. Минус 0,135 көбейту 1,4-1 көбейту 2,4. Оларды ыңғайлы тез көбейту үшін барлығын жай бөлшекке аударамын. Минус 100-35 көбейту 4-5, бұрыс бөлшекке аудардым оны, 1 көбейту 4 қосу 1, және көбейту 10-24, 2,4-ті жай бөлшекке аудардым. Енді мына жерде алымдары мен бөлімдерін қысартуға болады. Мына жерде 100 бен 35-ті қысартан бірден. Ол бекеуді 5-ке қысартылады, үстінде 7 болады, астында 20. Әр қарай 10 мен 5 қысартылады, мына жерге 1, мына жерде 2. 4 пен 24 қысартылады, 4-ке, мына жерде 1, мына жерде 6. Және соңғысы мына жақта 6 мен 2 қысартылады, 1 және 3. Қысқарту деген ал алымы мен бөлімін бірдей санға бөлу. Сонда қалғаны үстінде 7 көбейту 1 көбейту 3, ол бізде 21. Бөлімінде 20 көбейту 1 көбейту 1, ол 20, және мына таңба минус осы жерге көшіріледі. Сонда жауабы минус 20-дан 21, бірақ жауаптарында ондай жоқ. Сол үшін осы санды бұрыс бөлшектен дұрыс бөлшекке аударамыз. Минус 1,20-дан 1. Бірақ мына жақта жауаптары барлығы ондық бөлшекпен берілген. Осы санды ондық бөлшекке аудару үшін оның бөлшек мәнін алымында бөлімінде 5-ке көбейтемін. Алымында бөлімінде 100 болу үшін 5-ке көбейттім. Сонда оны ондық бөлшекке аударғанда минус 1,100-ден 5 шығады бізде. Сонда осы өрнектің коэффициенті тең минус 1,100-ден 5-ке. Жауаптардың ішінен С жауабы дұрыс.